Қазіргі таңда ең таза, ең бай, табиғи және бұзылмай бұрынғы қалпында сақталып қалған бір тіл болса, ол қазақ тілі. Мемлекеттік тіл ел бірлігінің, ұлт рухының айнасы. Қазақстан көп этносты, көп мәдениетті мемлекет. Осындай ортада қазақ тілі тек қарым-қатынас құралы ғана емес, барша қазақстандықтарды біріктіретін ортақ құндылыққа айналып келеді. Этнос өкілі болса да қазақ тілін жүрек қалауымен меңгеріп, оны өзгелерге дәріптеп жүрген Ырысматова Зияда Жамаловна. Ол Түркістан облысы Сайрам ауданы Талабазар жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы және белсенділерінің бірі. Ол үшін мемлекеттік тіл міндет емес, құрмет пен жауапкершіліктің белгісі. Қазақ тілін үйрену жолында қандай қиындықтар мен жетістіктер болды? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын өзден білейік. Мемлекеттік тіл менің тілім деген ұғым сіз үшін нені білдіреді? Мемлекеттік тіл менің тілім деген ұғым бұл Қазақстанды өз отаным ретінде қабылдайтынымның белгісі. Және сол елдің салт дәстүрін, мәдениетін, тарихын құрметтеуім керек деп есептеймін. Және қазақ тілі мен үшін тек қана қарым-қатынас қана емес, бұл сол елдің құрметтеуімнің белгісі. Қазақ тілі сізге қай қыры жақынырақ? Маған қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер, өлеңдер және поэзиялар өте қатты жақын. Мысалы үшін Мұқағали Мақатаев және Абай Құнанбаев секілді белгілі ақындарымыздың өлеңдерін қазіргі күнде жаттап келудемін. Ал солардың бірін кішігірім болса да айтып бере аласыз ба? Әрине, Мұқағали Мақатаев атамыздың өз-өзіңді жақсы көр атты өлеңін жатқа айтып бере аламын. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатып жамандар, мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Қазақ тілін меңгеру сіздің өміріңізде қандай мүмкіндіктер ашты? Қазақ тілін білу арқылы көптеген достар арттырдым және мектепте де түрлі іс-шараларға, байқауларға қатысып өзімді дамыттым. Болашақта белгілі мамандық иесі болу үшін де осы тілді білу ерекше артықшылық деп ойлаймын. Қазір қоғамда қазақ тіліне деген көзқарас қалай өзгеріп келеді? Сіз не деп ойлайсыз? Қазір қоғамда балалар арасында да, жасөспірімдер арасында да, үлкендердің арасында да қазақ тілі жиі қолданып келуде. Бұл қазақ тілінің болашағы жарқын деген сөз. Мысалы үшін, біз де мектеп ордасында түрлі байқауларға қатысып, өзімізді дамытып, қазақ тілінде дамытып келе жатырмыз деп есептеймін. Әрине, ал этнос өкілі ретінде қазақ тілін құрметтеу сіз үшін нені білдіреді? Менің осы елге деген алғысымның және сыйластығымның белгісі. Мен қазақ тілін үйрену арқылы қазақ тілінің салт дәстүрлерін, мәдениеттерін тереңінен түсіндім. Сол үшін тілді құрметтеу, халықты құрметтеу деп түсінемін. Иә, саналы жауабыңызбен керемет ой бөлгеніңіз үшін көп рахмет. Ал көзі қарап көрген бізге осымен сұхбатымыз әрі зейін қойып отырғаны үшін рахмет.